Нөмір 2 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Шолақова Қарлыға Дүйсенбекова. Сабақтың тақырыбы Абай Құнанбайұлы адамның кейбір кездері 9-шы асыры. Сәлеметсіздер ме балалар, келіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қандай балалар? Жақсы. Егер көңіл күйлеріңіз тамаша болса, көңіл күйлеріңіздің пайызын білейік. Сондықтан 100% немесе 90%, 80% деген қағаздың дәл ортасына қарай тұра қаламыз. Жақсы балалар, енді топқа бөлініп алайық сабағымыздың алдында. Есіңіздеріңізді екі топқа бөлеміз. Дәл осылай балалар топқа бөлініп отыра қойыңыздар орындарыңызға. Жақсы балалар, енді келесі үй тапсырмасына көңіл бөлейік. Ласатурин әдісі арқылы орындаймыз. Әрқайсыңыз жеке-жеке келесіздер. Мысалға, маған бірінші сұрақ бар. Бірінші сұрақ, демек, осындай бірінші сұрақ болса, мен бірінші сұраққа жауап беремін. Үй тапсырмасында қайсыңыз дайын екенсіздер? Аға, сұрақтарыңызды алыңыздар. 5. Жақсы. Сол сұраққа дайындалып отырыңыздар. Аға, енді ретімен балалар осы сұрақ бойынша кезекпен жауаптарыңызды айта беріңіздер. Бірінші сұрақ кімге түсті ғана? Абай Құнанбаев кім болған? Құнанбаев бұл Қазақстан құны, ойшылы, ағартушысы, композиторы және аудармашысы. Тамаша. Енді келесі екінші сұрақ кімге түсті? Сұрақ Абайдың шын аты кім? Абайдың шын аты Ибрахим. Тамаша. Абай қай жылы дүниеге келген? Абай Құнанбаев 1845 жылы 10 тамызда қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында Сырт Қасқабұлақ жерде дүниеге келген. Жақсы. Келесі сұрақ Абай қай жерде туған? Абай Шығыс Қазақстан облысында туған. Жарайсың. Қандай ақындардың шығармаларын аударған? Лермонтов, Крылов, Гёте классиктердің аударған. Жарайсың. Келесі сұрақ Абайдың қандай еңбегі танымал? Көзімнің қарасы, жыршы студент, әндері танымал. Танымай, жақсы боласың. Абайдың қара сөздерінің мазмұны қандай балалар? Адамгершілік, білім, еңбек, әділет туралы ойлар жазылған. Жақсы, тамаша. Абайдың шығармашылығының маңызы қандай балалар? Абайдың шығармалары маңызы қазақ халқының дамуына ұлттық санада зор ықпал етті. Тамаша. Абай қашан қайтыс болған? 1930 жылы 23 маусымда қайтыс болған. Жақсы, тамаша. Балалар үй тапсырмасына жақсы дайындалып келген екенсіздер. Енді сіздерге мына сұрақтарға жауап бере отырып, бүгінгі сабағымыздың біз тақырыбын және мақсатын анықтаймыз. Бірінші сұрақ, балалар, адам көңіл күйін өзі басқара алады ма? Қалай ойлайсыздар? Өзі басқара алады ма? Жақсы, сіздерге мына 4 сұрақ берген. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыздар? Көңіл күйге сыртқы жағдайлар әсер етеді, бірақ адам өзін өзі тәрбиелеу арқылы оны реттей алады. Жақсы, сұрағы дұрыс екен, иә? Жақсы, келесі сұрақ, көңіл күй адамның шешім қабылдауына әсер етеді ме? Көңіл күй адамның шешім қабылдауына әсер етеді ме? Я, жағымды көңіл күй жақсы шешім қабылдауға көмектеседі, ал жағымсыз көңіл күйге керек әсер етеді. Тамаша. Жақсы, келесі көңіл күйдің тұрақсыз болуы адамның өмір сапасына әсер етеді ме? Адамның денсаулығы мен қарым-қатынасына нашарлатады. Абай шығармашылығында көңіл күйін қалай беріледі? Қалай ойлайсыздар, балалар? Абай шығармаларында көңіл күй қалай беріледі? Абай шығармаларында көңіл күйі ішкі жан дүниемен терең сезіммен сипатталады. Сипатталады, жарайсыздар, тамаша. Балалар, енді қалай ойлайсыздар? Мына жерде бізде суретте кім бейнеленген? Абай Тақтада Абай Құнанбаевтың суреті шығып тұр, иә? Енді қалай ойлайсыздар? Бұл сурет біздің сабаққа қандай қатысы бар еді? Абай туралы. Я, тамаша, Абай Құнанбаев туралы өткен сабағымызда өмірі туралы өтті, иә? Дұрыс. Ал енді тағы да қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Абайдың шығармалары туралы болуы мүмкін. Абайдың шығармалары, жарайсың, иә. Дұрыс, балалар, Абай Құнанбаевтың шығармалары туралы. Енді тағы да ойлаңыздар,
Абай Құнанбаевтың қандай шығармалары туралы өтуіңіз мүмкін? Менің ойымшам абайдың шығармалары көңіл күй, адамның көңіл күйі туралы. Иә, көңіл күйі. Жақсы, отырып кім жауап береді? Абайдың қай шығармасы көңіл күйге байланысты кәні? Естеріңізге тұрыңыздар. Адамның кейбір кездері. Адамның кейбір кездері. Демек, бүгін біздің тақырыбымыз Абай Құнанбаевтың шығармасы адамның кейбір кездері. Оқушылар, Абай Құнанбаевтың шығармасы адамның кейбір кездері туралы бейне роликке назар аударыңыздар. Абайдың адамның кейбір кездері өлеңі өнердің сиқырлы жаратылысы жайлы толғам. Ол сөз өнерін терең зерттей айтқан ақын. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Біреудің кісі өлсе қаралы ол сияқты бір қатар өлеңдерінде ақын өнер құдіретін зерделейді. Қазаққа өлең деген бір қадірсіз деп, өлеңді ермек деп қана түсінгендерге наразылық білдіреді. Өлең жылтыр сөзбен ғана шырайлы болмайтынын, әділетпен шынайлықты жеріне жеткіз айтқанда, құнарлы ой, сырты алтын, іші күміс, сөз жақсысына айналғанда ғана ел көкейіне қонатынын түсіндіреді. Ол адамның кейбір кездері өлеңін шабытының шырқау кезі 1886 жылдары жазған. Көркемсөз табиғатын түйсінген ақын шығармашылық тұлғаның бірнеше қасиетін бағалайды. Ақынның ар таразысы әділет пен ақылы. Ақын қоғам ісіне көкірек көзімен қарап, халықтың арман тілегін, мұң-зарын жеткізе алуы керек. Ақын заман абызы сияқты арғы бергіні болжау, дөп түсіп айту, тек ақындық шабытқан емес, әділет пен ақыл жемісі. Ақынға жүректің кәусар тазалығы да қажет, рухтың алмас қылыштай өткірлігі де қажет деген ой түйет. Ақын өлеңнің туу сәтін бойдан өткізіп, түйсіндіре сипаттай отырып, ақындықты Тәңірінің берген кемел өнер деп таниды. Сабағымыздың сонымен тақырыбы Абай Құнанбайұлы адамның кейбір кездері. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын бітіру. Сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полиглотте сенімді сөйлеу. Біздің сабағымыздың мақсаты бүгінгі осы балалар. Сонымен балалар тақтадағы жаңа сөздермен танысайық. Кейбір кездері, иногда, порой. Мағынасы, кей уақытта, иә, жарайсың. Должно огорчаться, печалиться. Мағынасы, қайғыру, ренжу, жақсы келесі. Шаттану, радоваться, ликовать. Мағынасы қатты қуаныш. Тамаша келесі. Нала, досада, глубокое сожаление. Мағынасы өкініш, іштей қиналу. Искреннее чувство сердца, шын көңілмен. Бекладен, неизвестный загадочный белгісіз. Жақсы. Состояние, настроение, мағынасы, ашқы көңіл, жағдайы. Жағдайы жақсы, тамаша. Жаңа сөздерге сөйлем құраймыз. Кейбір кездері өзін-өзі түсінбейді. Ол жалғыздықтан қапаланып отыр. Ол келесі сөз шаттану деген сөзге сөйлем құрайық. Жеңіске жеткенде шаттану. Жақсы, тамаша. Оқушылар назарларыңызды тақтаға аударамыз. Қазір тақтада берілген бейне материалды тыңдаймыз. Тапсырманы содан кейін орындаймыз. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса. Сылдырлап өңкей келсім, тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін, тұралмас әсте жуынбай. Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан көңіл ашар көз, қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп шығар сөз. Сонда ақын белін буынып,
Алды артына қаранар, дүние кірін жуынып, көрініп ойға сөз салар. Қыранша қарап қырымға, мұң мен зарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға, шиыршы қатар толғанар. Әділетпен ақылға, сынатып көрген білгенін, білдірсе алыс жақынға, солардың сөйле дегенін. Ызалы жүрек, долы қол, улы сия, ащы тіл, не жазып кетсе жайы сол, жек көрсеңдер өзің біл. Тапсырманы орындамас бұрын ескеріп жүрген мәліметтер мазмұнын толық түсініп, пікірлеріңізді нақты дәлелмен жеткізіңіздер. Әрбір тапсырмаға сіздерге бүгінгі 3 тапсырма бойынша мынандай бағалау парақтары таратылады. Қазір сіздердің алдарыңызға беремін. Мысалға, бірінші тапсырма болса өздеріңізді бағалайсыздар. Екінші тапсырмаға, үшінші тапсырмаға солай. Мына жерде өздеріңіздің бағалауларыңыз, ең соңында менің бағалауым тұрады. Қана бағалар. Дәл осы тыңдалым бойынша вод-вол әдісі арқылы мына берілген сұрақтарды сәйкестен білеміз. Кезекпен шығып, дәл осы тапсырмаға жауап бере бересіз. Алтыншы сыныпта адамның көйлегіне сенімсіз қарайды. Ақын не себепті адамның көңіліне Birbirimiizin байланысы var. қуаныш, мұң, бейжайлық рухани күйзеліс деген, жақсы. Абай Құнанбаев қандай көңіл күйлерін сипаттайды? Рухани күйзеліс, ой тербелісі, жалғыздықты сипаттайды. Момент оқыта адамның кейбір кездерінің беймағын сән кезінде сүртілі деп ойлайсың. Себебі кейде адам өз жанын қыңылдамай өмірге Қарайды, иә? Жақсы. Қарайсың, Отырабай. Келесі сұрағымыз. Мен достармен сөйлесін, спортпен айналысамын. Жақсы. Жарайсың. Сен бұл оймен келісесің бе? Өз көзқарасыңды дәлелдеді тұр. Қай сұрақ жауабы дайын, сәйкестенді ғой? Иә, күзде бұл күнің күнде тізілген оңай. Аламын, аға. Жақсы, орнына келеді. Жарайсың. Абай адамның күнелішіне туралы не айтқысы келді? Жақсы. Сестрімізге қаншалықты жақын. Ең соңғы сұрақ, өзіңнің көңіл күйіңмен қалай күресесіздер, балалар? Қалай күресесіздер, өздеріңіз сұраққа жауап беріңіздер? Қалай күресесіздер көңіл күйлеріңмен? Әр адамның көңілі, әр себепте өзгереді. Жақсы сұрағын қояды. Балалар, сервис көрсетті. Сіздерге алдын ала дайындалып қойған мынандай лабиринттер таратамын. Лабиринт ойын ойнаймыз. Бірінші топ, екінші топ, иә? Балалар қалай орындаймыз, қараңыздар. Сіздерге алдын ала таратылып жатыр. Осы лабиринт ойын бастаймыз. Балалар, тамаша шапалақманы. Лабиринттеріңізге шыққан екен. Келесі тапсырмамыз балалар, екінші тапсырма сыни көзқарас білдіру, диалог құрастыру. Бұл жерде бізде айтылып жұптық жұмыс. Тапсырмамыз көңіл күй адамның басқаруына көнбейтін құбылыс деген пікірмен келісесіздер ме? Бұл жерде бізде шарт бар. Диалог кемінде 6 сөйлемнен тұру керек. Жаңа сөздердің кемінде 3-ін қолданыңыз. Диалог өмірге жақын шынайы болсын. Жақсы, сіздерге бұл тапсырмамызға, балалар, сіздерге бұл тапсырмамызға 5 минут беріледі. Бірінші сіздерге дискреттерді таныстыра кетейін. 4 балдық жүйе. Өз пікірлеріңізді білдіріп, қарама-қарсы көзқарастарды көрсетесіздер. Диалогты бейресми және ресми стильдердің араласымен құрастырасыздар. Эмоциялық сөздермен нақты аргументтерді қолданыңыздар. Жаңа сөздердің кемінде 3-ін қолданасыздар. Тақтаға шығамыз. Бірінші жұп, Самир мен Руслан. Абай адамның көңіл күйінің өзгермелілігін бұл табиғи құбылыс. Көңіл күй өз қолыңызда, іс-әрекеттен оны өзгертуге болады. Абай сезімдерді түсініп қабылдауды үйретеді, бұл айтсыздық емес. Сөзім дұрыс, бірақ мен бәрібір өзімді шынықтырамын. Абай айтқан өз сөзім
өз-өзіне жұмыс істеу керек. Абай соны көрсетуге рахмет сізге. Абай соны көрсеткен. Тамаша отырыңыздар. Мен олай ойлаймаймын. Адам көңіл күйін басқаруды үйрену алады деп есептеймін. Мысалы, музыканы тыңдау, серуендеу, немесе жақсы қатты оқу көңіл күйін жақсартуға көмектеседі. Жарайсың. Я бірақ кейбір кезде көңіл күй өздігінен нашарлап кетеді. Ондайда ештеңе көмектеспейтін сияқты болады. Сол үшін мен бұл құбылысты толық басқара алмаймыз деп ойлаймын. Бірақ психологиялық әдістер, тыныс алу жаттығулары, позитивді ойлау сияқты тәсілдер арқылы біз оны белгілі бір дәрежеде реттей аламыз. Сенің ойындарыңда демек көңіл күй толығымен емес жапылай болса да басқаруға көнетін құбылыс деуге болады ғой. Дәл солай барлығы адамның өзіне байланысты. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Жаңа бірінші тапсырмада өздеріңізді бағалап өткендегідей, екінші тапсырмада да өздеріңізді бағалайсыздар. Өзара бағалау. Постер қорғаймыз, постер жасаймыз. Бұл жерде топпен жұмыс жасайсыздар. Жаңа бөлінген топ бойынша шығармашылық жұмыс, аргументтер айтысы деп айтылады. Демек, балалар сіздерге берілген тапсырма бойынша постерді қорғап шығасыздар. Қазір мен сіздерге постерлеріңізді дайындап алдарыңызға беремін. Бәрі алдарыңызға. Жақсы. Бірінші топшыға қоямыз. Аргумент. Ақынның жаны күйзеліп, жүрегі кірлегенде ғана ол шынайы терең ой тудыра алады. Бұл өлеңде Абай ақын жанын табиғатпен теңеп, ішкі күйзелісті эстетикалық тілмен жеткізеді. Сөз тазарудың жолы. Қоғамда рухани дағдарыс орын алған кезде ақын халықтың үйіне айналады. Абайдың ішкі жан күйзелісі тек жеке емес, ол қоғамдық күйзелістің көрінісі. Бұл әділетпен о ақынға Аргумент қоғамда рухани дағдарыс орын алған кезде ақын халықтың үніне айтады. Абайдың азамы, жүрек дамы, даңқол, ұлы сия, ашты тіл, жолдарды шындықты бетке айтатын азаматтық, поэзиялық көрнекті ақын үнсіз қалмайтын тұлға. Түсініктеме, Абайдың ішкі жан күйзелісі тек жеке емес, ол қоғамдық күйзелістің көрінісі. Жақсы. Бұл әділет пен ақылға сүйенген рухани күрес. Жаңа сабақты қорытындылаймыз. QR код әдісі арқылы жаңа сабақта жауап беремін. Рефлексия, яғни сіздер дәл осы қолдарыңызда осындай демек сабақта жақсы түсінген болсаңыздар, сұрақтарыңыз бар болса, болмаса түсінбеген болсаңыздар, рефлексияны осы жасайсыздар. Мысалға сабақты жақсы түсінген болсаңыздар, дәл осы жерге барасыздар. Келесі келіңіздер, кезекпен келе қойыңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен тәмамдалды. Сіздерге үй тапсырмасы, адамның кейбір кездері осы өлеңін енді жатқа айтып келеміз. Сабақ аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.